Енді ударение деген жерге келдік. Ударение деген өте маңызды тіл үйренгендегі бөлімдердің бірі. Жалпы түркшеде тура біздің қазақшамыз сияқты ударение әрбір сөздің соңына түседі. Мында да сол жазылған, бірақ кейбір андай ережеге бағынбайтын сөздер де болады. Көбінесе қалай аттарында дейді, Измир емес. Бұл жерде негізі Бурса емес, Бурса деген сияқты сөздерді көрсеткен. Бірақ жалпы мына жерде енді былай көрсетіп қойыпты, бірінші буынға түседі деген сияқты. Бірақ негізі мынау ең соңғы сөздерге түседі. Дайма, дайма. Насыл, насыл, деген сұрақ қой енді бұл. Сөйлеу барысында, яғни мысалға, насыл оны япарым, оны насыл япарым. Насыл дегенде де көріп тұрған болсаңыз, енді қаттырақ естілгенмен көбінесе ға акцент беріледі. Яғни көп сөз соңына қарай, соңындағы буындарға ударенияны қоясыз. Сол соңғы буындар анығырақ, нақтырақ күшейтілу арқылы шығу керек. Мысалы, мына жерде де айна деген жоқ бізге. Айна, кыйма деген сияқты. Гейік, гейік, гейік деген жоқ бізге. Мысалы, мына жерде жоғарыда, мысалы, мына жерде, кыйма деген сияқты. Сондықтан да мынау оқыған кезде кез келген сөздің соңғы буындарына ударенияны бересіз. Бұл жерде де мысалы мына жерлерді қалдырмайық. Қосымша мынау бұл оқылу сөздерін көрсетіп отыр ғой. Яғни мысалы әрпін, енді белгілер. Әрпінің төбесінде мынандай кішкене тұратын болса, ол кішігірім жіңішкелетеді. Мысалы, я деген сияқты. Кабус, кабус. Кабус емес, кабус. Жіңішкелетеді, яғни. Мына жерде еді ғой. Рүзгар, 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 жел деген сөз. Кабус көрдім деп айтады. Ол деген не деген сөз? Кошмар. Қалай айтсам болады? Түсімде бір қорқынышты нәрсе көрдім деп айтады. Сол кезде кабус көрдім. Кабус көрдім, қорқынышты нәрсе көрдім. Селям, селям. Мына жерде селям, селям емес. Яғни бәрібір алдыңғы буынға қарай, бізде қазақшада кішкене алдыңғы буын жіңішке болған екен, соңғысы жіңішке жалғаулар жалғанушы еді ғой. Сол сияқты ықпал етеді, яғни алдыңғы буын. Селям, ям деп естіледі. Селям. Алем, алем, әлем деген сияқты. Дяхи, дяхи, дахи, дахи. Гени сол жаңағы жіңішке түрдегі айтылуын, жуан түрдегі айтылуын. Яғни бұны сөйлем барысында қолдану кезде кез келген қорқудың қажеті жоқ. Қалай айтып, қате айтамын, анау. Оның бәрін сөйлеу барысында оңай үйренуге болады. Тура ағылшыншадағыдай мынандай да знак бар. Көбінесе қазіргі жағдайда мен көп қолданылғанын көріп жүрген жоқпын, бірақ ереже бойынша осындай белгілерде кездесуі мүмкін. Истанбул черточка да. Ағылшыншада да бар еді ғой, мынандай S дегенше ның деп көрсететін. Ол жерде просто не істеген кезде, яғни менің сенің жіктеу кезіндегі аффикстерді бөлгенде қолданылады. Бірақ бұны қазіргі кітаптарда көрген жоқпын. Ахметтің арабасы. Көбінесе өзім оқып жүрген нәрселерді көрген жоқпын. Мынау ескі кітап болған соң мұнда бар. Енді сөздерге келейік. Сөздер қалай басталған екен. Мен осы кітаппен көп сөз үйреніп кеттім. Яғни кейбір дәрежелер бойынша бар ғой, алдыңда хитит түркче деген кітап бойынша да негізі жақсы жұмыс істедім. Жалпы тіл үйренгенде әр түрлі источниктар, яғни әр түрлі кітаптардан
қарай берем, яғни мысалы ағылшыншадағы to be'ді әртүрлі кітаптағы түсіндірме бойынша, солай әртүрлі кітаптың жаттығулары бойынша солай үйренген едім. Дәл сол сияқты түркшеде де әртүрлі кітап, ескі жаңа бәріне қарай берем. Яғни бір ереже үйрендім ба, әртүрлі адамдардан да тыңдаймын. Сол себепті өте маңызды, яғни есіңізге қайталау ретінде нейрондық жүйеңізді бекіту үшін өте керемет бір әдіс. Давайте мына бірінші сөзден бастайық. Жаңа біз үйрендік кәдімгі әріптерді. Абла, абла. Бұл әпше деген сөз. Аби, аби. Көрдіңіз бе, г оқылған жоқ. Аби, аби, аби. Қазір бүйтіп те жаза салады, аби деп. Негізгі жазылуы аби, аби, аби. Айле, отбасы. Айле, бұл арабшада да сөзі бар. Айле, аля деген ба? Айле, отбасы, жанұя. Жанұя. Аби деген ағая, білесіз. Абла деген әпке, әпше. Аби, аға. Анне, анне. Анне, анне. Мама деген сөз. Арaba, машина. Arkadaş, arkadaş, arkadaş деп күшеніп соңғы буындарды айтып жатырмын. Арaba, анне, айле, айле деп жатқан жоқ, негізі айле деп жатқан. Айле. Яғни соңғы буындарға ударение түседі. Баба, баба. Әке деген сөз. Cetvel, cetvel. Lineyka. Çanta, çanta. Ç еді ғой бізде. Мынау Ж еді. Ç еді. Cetvel, çanta, sumka. Мынау линейка. Çiçek, çiçek. Gül, цветок. Defter, defter. Дәптер. Ұқсап тұр. Дәрс, дәрс. Дәрс десеңіз де болады. Дәрс. Оқылған кезде, тыңдаған кезде дәрс дейм деп айтады. Әр ретінде кішкене звук өзгереді. Дәрс. Дәрс деп бізде сөз бар. Арабшада да осы сөз, по-моему, дәрс. Долап. Долап, шкаф. Долапта, яғни шкафта. Ev, ev, үй. İnsan, insan, adam. İnsan, Arapçada da adam degенде insan дейтін сияқты. Kalem, kalem. Қалам. Kapı, kapı. Есік. Kedi. Мысық. Kitap. Kitap. Köpek. 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 İt. Masa. Masa. Stol. Oğul. Oğul. G оқылған жоқ тағы да, я? Oğul. 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 Сын. Бала. Ұлым. Ұлым деген сияқты ғой. Ұлым. Öğrenci. 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 G оқылмайды. Öğrenci. Үйренуші деген сияқты ғой. Үйренуші. Студент. Үйренуші. Öğretmen. Öğretmen. Бұл үйретуші. Яғни былай жаттасаң болады. Мен дегеннен типа үйрететін адам, яғни мұғалім. Мұғалім. Öğretmen. 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 Pencere. Pencere. Tereзе. Sıra. Sıra. Sıra ма? Sıra деген негізі кезек деген сөз. Sıra. Парта деп қойыпты. Парта дегенді де білдіреді, иә. Парта дегенді де білдіреді. Sıra.
Sırada. Кезекте дегенді білдіреді. Так, sokak. Sokak, köşe. Şehir. Şehir. Qala деген. Ш деген сөз еді. Енді так. Енді осы мына кітаптың ең жақсы көретін жерім осындай упражнение, жаттығулар береді. Көп сөз үйренесің. Көп сөз жаттауға үйренесің. Яғни тезірек түркше үйренгің келсе, оның үстіне қазақшаға ұқсайтын болғаннан кейін өте ыңғайлы кітапта көп сөз үйренуге, тезірек үйренуге. Ішің пыспайды бір жаттығуды миллион мәрте қайталауға. Сөзлік. Сөзлік. Міне, біріншіден бастап былай қарай кете берейік. Қазір сызатын болсам, онда нүктемен төбесіне қойып отырайын, көрсетіп. Сөзлік. Сөзлік. Сөздік. Бірінші жай оқиға, аудармасыз. Сөзлік. Köpek. 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 Köşe. Köşe. Köy. Köy. Öğrenci. Öğrenci. Dört. Dört. Göz. Göz. Ödev. 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 Gök. Gök. Dünya. 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 Gün. Gün. Düğme. 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 Кішкене мынаны созады, г оқылмайды. Büyük. 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 Güzel. 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 Üç. Üç. Bütün. Bütün. Müdür. Müdür. Ülke. Ülke. Güneş. Güneş. Gün. Gün. Cetvel. Cetvel. Pencere. Pencere. Ceket. Ceket. Gece. Gece. Cam. Cam. Öğrenci. Öğrenci. Çiçek. Çiçek. Çanta. Çanta. Kaç. Kaç. Çok. Çok. Çocuk. Çocuk. Uçak. Uçak. Çam. Çam. Oğul. Oğul. Değil. Değil. Öğretmen. Öğretmen. Abi. Abi. Öyle. Öyle. Da. Da. Buğday. Buğday. Yağmur. Yağmur. G оқылмайды. Ağaç. Ağaç. Arkadaş. Arkadaş. Hoş. Hoş. Yaş. Yaş. Kuş. Kuş. Şimdi. Şimdi. Şaka. Şaka. Meşe. Meşe. Akşam.
Akşam. Arı. Arı. Sıra. Sıra. Silgi. Silgi. Balık. Balık. Kız. Kız. İş. İş. Ilık. Ilık. Isık. Isık. Deniz. Deniz. Yıldız. Yıldız. Sınır. Sınır. Yıl. Yıl. Yalan. Yalan. Ay. Ay. Yoğurt. Yoğurt. Nereden андай yumuşak болу керек еді. Yoğurt. Тәрбие. Тәрбие. Көбінесе е мен р келгенде кішкене бүйтіп әр деп оқылады. Яғни мен көп дорама көргенде солай тәрбие, дәріс деген кезде мысалға екі е мен р кішкене әр деген сияқты. Тәрбие, тәрбие. Солай естимін. Яғни дәріс десеңіз де болады, дәріс десеңіз. Тәрбие десеңіз де болады, біздегі тәрбие. Сол үшін маған да уже үйреншікті тәрбие деп. Тәрбие, тәрбие. Бірақ мен құлағыма осылай естіледі. Келесі бір жаттығу. Бұны да оқыңыз дейді. Сіз өздігіңізден оқып көріңіз. Арасында кейбір сөздерді мен оқып көрейін. Яғни білмеймін. Мысалға, кузу, кузу. Долап, оңай. Шехир, оғыл, оғыл. Йылдыз оқыдық, кейде оқыдық. Енді қараңыз, мұнда аудармасын береді осы қолданылған сөздердің. Табу керек. Яғни бұл әдіс көбінесе бұрыннан бері келе жатқан әдіс. Өте керемет әдіс негізі. Көп сөз үйренуге, тезірек үйренуге бізге мүмкіндік береді. Өзіңіз аударып жазып алсаңыз өте көп не болады, эффективнее болады. Сонда жазу арқылы да есте сақтау қабілетіңіз жоғарылайды. Сондықтан осыны үй жұмысы ретінде алып, мына екеуін үй жұмысы ретінде алып, оқып көрсеңіз болады. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына комментария жазып қойсаңыз болады.